Бәріне сәлем достар, бүгін мен сіздерге сергітіп салқындататын мохито лимонадын жасауды көрсететін боламын. Ол үшін бізге ең алдымен апельсин және лимон, жалбыз, таңдауларыңызға қарай кез келген сироп түрі және де газдалған су қажет болады. Ең бірінші кезекте апельсинімізді жақсылап жуып тазалап, осылай турап алу қажет болады. Міндетті түрде домалақ етіп турау маңызды емес. Егер домалақ етіп турау сіздерге ыңғайсыз болса, ортасынан бөліп те турай беруге болады. Апельсинімізді турап алған соң графинімізге саламыз. Және келесі кезекте жуып алған лимонымызды дәл апельсин сияқты домалақ етіп турап шығамыз. Туралған лимонымызды да графинге саламыз. Одан соң тазалап жуып алған жалбызымызды артық бөліктерін алып тастап, графинімізге бірнеше талшықтарын қосып саламыз. Келесі кезекте графинге салған лимон, апельсин және жалбызды осылай басып, соғын шығарып аламыз. Сонда лимонадымыз өте дәмді болып шығатын болады. Келесі кезекте сиропымызды құямыз. Сироп шамамен 100 мл көлемінде құю қажет болады. Барлығын құйып салып алған соң графинімізге газдалған суымызды құямыз. Егер өте салқын етіп ішкілеріңіз келген жағдайда мұз салсаңыздар да болады. Мен мұз салған жоқпын. Менде газдалған су өте салқын болды, сондықтан мұз салып қажет емес. Газдалған суымызды құйған соң осылай жақсылап араластырамыз. Сиропымыз біркелкі болып араласу қажет. Менің мохито лимонадым өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер.